өнер білім, тәрбиелі тәлім үлгі, жетелейтін жол көрсетіп жарық нұрлы, Екібастұз қаласының қайнар атты балалардың бос уақытын қамту орталығы. Бұл жерде тек жақсылық жол қыласың, өнегелі қасиет бойға қондырасың, тәлімгерлер тәтпіштеп танытады қазақтың қазыналы мол мұрасын. Қабдыкәрімұлы жомарт әнші үйретеді, дәріптеп балаларға домбырасын. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, бұл қазақтың үлкен бір атадан келе жатқан асыл мұрасының бірі бұл қара домбырасы. Сондықтан да қара домбыраны ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің атаның дәстүрін жеткізу біздің міндетіміз деп білеміз. Қайнар балалардың бос уақытын қамту орталығында мінекей домбыра күмбір атты үйірмесі жұмыс істейді. Бүгінгі таңда балалар өзінің қолына домбыра, қазақтың домбырасын алып, күйін шертіп, әнін айтуға баулып жатырмыз. Бұл қазақтың осынау асыл мұрасын насихаттауының бірі. Балалардан бар білгенін аянбайды, тәлім беріп талай мәлімет баяндайды. Аспазшы дастарханға көрік берген қазақтың ұлттық асын даярлайды. Ұлттық тағам қарын бүрме. Қарын бүрме байырғы заманнан бізге жеткен ұлттық тағам түрі. Ата-бабамыз көшіп қонып жүрген кезде бұл тағамды жол азық ретінде жиі әзірлейтін. Кесектеп туралған етті өзінің майы мен сөліне бұқтырып, қазылған шұңқырға көміп, үстіне от жағу арқылы пісіретін. Бұл тағам қазіргі заман талабына сай, басқаша тәсілмен дайындалуда. Қазір бұл тағамды жаңа сойылған қой етін кесектеп турап, көкөністер мен дәмдеушілер қосып, қойдың қарнына салып, духовка пешіне пісіреді. Көрген көздің жауын алар көрнекті, кесте тігу, құрақ құрау өрмекті, үйретеді ісмерлерге болашақ, қол өнерді, қазақ ойу өрнекті. Ата-бабамыздан келе жатқан асыл мұраны кейінгі ұрпаққа дұрыс жеткізу біздің басты міндетіміз. Ою өрнектерді ұлттық киімдерге тек қана сән беру үшін қолданбаған. Әрбір оюдың өзіндік мәні мен мағынасы бар. Мысалы, қыз балалардың киімдеріне гүлдер мен жапырақтарға ұқсас. Сондай-ақ құс қанаты тәрізді оюларды қызым өз ұясынан гүлдей құлпырып өсіп, ибалы, инабатты қыз болып ұшсын деп ырымдап салатын болған. Ал ерлер мен ұл балалардың киімдеріне найзаның ұшы, құстың қанаты сияқты оюларды батыр, алғыр болсын деген ниетпен салған. Ертегі тыңдап, ата әже көріп өскен, рухани білім кетпейді мәңгі естен. Ертегілер елінде кейіпкер боп, сомдайтын сахналық көріністен. Қайнарда бар театр үйірмесі балаларды баулайтын үлкен тебіреніспен. Маска үлгілі театралдық студиясында қазақ халқының салт дәстүріне негізделген қазақ театр өнеріне аса көңіл бөлінеді. Үйрен салты, шілдехана тоймен байланысты өтетін ойын-сауықтар, ақындар айтысы, тағы басқа дәстүрлеріміз театр өнерінің алғашқы көріністері. Қазіргі таңда қоржынымызда қазақ фольклоры бойынша қойылған «Перекати поле» спектаклі, Мұхтар Әуезовтың «Еңлік және кебек» театр драмасы және «Данышпан домбыра» туралы ертегісі бар. Театр өнері арқылы біз халқымыздың өткені мен бүгінгі күні туралы білімімізді кеңейтеміз. Ептілікпен шапшаңдық дұрыс ойнауды, байыппенен істің түбін бойлауды, үйретеді ұлттық ойын түрлерін, тоғызқұмалақ, асық атып ойнауды. Қайнар кешенінде қазақтың ұлттық ойындары клубы қызмет атқарады. Біздің балалар тоғызқұмалақ асық атуға сабақтарына қуана қатысады. Асық ату көшпенділердің көне ойындарының бірі. Ол Қазақстан территориясынан біздің дәуірімізге бірінші 1000 жылдық пайда болып, ұрпақтан ұрпаққа таралды. Асық ату 2017 жылы ЮНЕСКО мәдени мұрасын тізіміне енді. Жас ұрпаққа бойында көшбасшылық, қырағылдық, батылдық, дәлділік, мергендік секілді қабілеттерін дамытады. Біз ата-бабаларымыздың салт дәстүрін қолдауға тырысамыз. Өйткені өскелең ұрпақ өз халқының тарихы мен мәдениетін білуі керек. Сән бұйымдар,
шығады шебер қолдан. Шебер ұстаз ұсталық өнер қонған, тәлімгер бар баулитын балаларды ағашқа ойып өрнек салған. Ағаш ою ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық мұра. Сол мұралық кезінде ағаш ұсталарын шеберде бастаған. Сол себепті қазіргі орайда Қайнар орталығында ағаш ою үйірмесін аштым. Соған байланысты жасөспірімдер өз білімдерін әріндер сусындырып жатыр. Себебі біздің ескі салт дәстүріміз жаңартып, барлығы жаңаша есте сақталатын болады. Ағаш ою адамның жүйке жүйесін дамытып, икемділігін арттыра түседі. Осы ағаш ою үйірмесі арқылы мен оқушылардың білімділігін және салт дәстүрін сақтауға ниет етті. Балалар мұнда ән айтып билейді. Бұл қалада арман тобын кім білмейді. Маргүл Бөлтен қызының шәкірттері ән шырқаса көмекейі күмбірлейді. Бишілері Қайнардың мың бұралған, қазақтың биін көресін құмарғанған. Очарование радио тобының балалары сынақтарда шыңға біткен шынарды алған. Қазақ халқы ежелден музыка деген сүйіспеншілігімен танымал болған. Қазақтарда музыка өнері өмірмен, тұрмыспен тығыз байланысты. Қазақ әні халық даналығының сарқылмас қазынасы. Онда еңбек қызметінің әртүрлі аспектілері, тарихи оқиғалар, эмоционалды тәжірибелер көрініс тауып отыр. Ұлы Абай әнінің соңы жоқ дегендей. Бүгін Арман үлгілі вокалды эстрадалық ұжымында балаларды вокалдық өнерге үйрете отырып, біз ата-бабаларымыз орындаған әндерін, халық мотивтерін ұмытпаймыз. Оқу бағдарламасында халқымыздың тарихына үлкен мән беріледі. Өйткені өткен өмірсіз болашақ жоқ. Көңіл бөліп, әдет дәстүр салт ғұрыпқа, қазақтың асыл мұрасын сенді ұмытпа. Қайнардың бар мақсаты алға қойған, жас буынды жетелеу жақсылыққа.